Ya hürmetli stüdentler, бүгінгі біздің 5-ші дәрісіміз экологиялық сараптама және мониторинг әдістері. Осы кез келген мәселені шешуде осы сараптама мен мониторинг әдістері қажет. Бүгінгі дәрістің мақсаты мен міндеттері экологиялық сараптама мен мониторингтің маңыздылығын түсіндіру, негізгі әдістермен таныстыру және оларды туризм мен табиғатты қорғау қолдану жолдарын көрсету. Дәрісте міндет 7 түрлі міндет бар. Экологиялық сараптама мен мониторинг теориясын түсіндіру, қоршаған ортаға әсерді бағалау және мониторинг жүйесінің құрылымын таныстыру. Сараптама мен мониторингте қолданылатын әдістер мен құралдарды сараптау, сипаттау, табиғи және антропогендік факторлердің қоршаған ортаға әсерін талдау, экологиялық қауіпсіздік пен тұрақты даму тұрғысынан шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру және халықаралық деңгейдегі экологиялық бақылау нормаларын жүйелеу, студенттердің практикалық талдау, жоспарлау және экологиялық қабілеттілігін дамыту. Негізгі түсініктер: экологиялық сараптама жоспарланған шаруашылық және өзге де қызмет түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, оның салдарын алдын ала болжау. Экологиялық мониторинг қоршаған орта жағдайын жүйелі бақылау, өзгерістерді тіркеу, бағалау және болжау әдістері. Енді экологиялық сараптаманың түрлері: мемлекеттік сараптама, қоғамдық сараптама, жекеменшік сараптама. Сараптаманың кезеңдері: жобаның құжаттамасын жинау және талдау, әсер ететін факторлерді анықтау, қоршаған ортаға әсерді бақылау, ұсыныстар мен қорытындылар беру. Экологиялық мониторингтің түрлері: жалпы экологиялық мониторинг, салалық мониторинг. Енді салалықта су, ауа, топырақ, биоалуантүрлілікті бағалау. Үшіншісі биологиялық мониторинг, өсімдіктер мен жануарлар арқылы бақылау. Қашықтан зондтау. Бұда қарастырылады. Одан кейінгі бізде мониторинг әдістері: инструменталдық бақылау, зертханалық автоматтандырылған станциялар. Одан кейінгі екінші әдіс биоинтеллектуалдық әдістер. Үшіншісі геоақпараттық жүйелер қолдану. Төртіншісі математикалық модельдеу және болжау жасау. Туризмдегі маңызы: туризм объектілерінің табиғи орта әсерін бақылау, экожүйе тұрақтылығын сақтау, экологиялық тәуекелдікті төмендету, экотуризмді тұрақты дамыту. Қазақстандағы тәжірибе: экологиялық кодекс және ең төменгі қоршаған ортаға нормалары, сараптама жүргізілетін мекемелер, ұлттық парктер мен қорықтар мониторинг жүйелері. Қолдану салалары: құрылыс және инфрақұрылым жобалары, тау-кен өндірісі, туризм және рекреация, ауыл шаруашылығы, энергетика. Одан кейін құқықтық нормалық базалар. Қазақстан мысалында Қазақстан Республикасы экологиялық кодекс 21 жаңадан. Одан кейінгі қоршаған орта әсерін бағалау регламенті. Одан кейін мемлекеттік экологиялық бақылау ережелері. Енді 21 ғасырда мынау жаңа технологияларды цифрландыруды бізде қолдануымыз керек. Сондықтан жаңа технология, қашықтықтан зондтау, суреттер арқылы табиғи өзгерістерді анықтау, геоақпараттық жүйелерде мониторинг карталарын жасау. Big Data және үлкен көлемдегі экологиялық мәліметтерді талдау, биоақылды құрылғылар нақтылау.
Одан кейін бізде халықаралық тәжірибені біз міндетті түрде бізде енгізуіміз керек. Енді бұл экологиялық тұтастықты әлемде дамыған мемлекеттердің тәжірибесін пайдалана отырып, көптеген стандарттарға, жүйелік нелерге енгізуіміз. Мысалы, Еуроодақ елдеріндегі сараптама талаптары, жаһандық экологиялық мониторинг жүйелерді біз алып стандарттауға келтіруіміз керек. Енді осы дәрістің соңында тапсырмалар практикалық бағыттарда белгілі бір аймақтық жобаның үлгісін жасап шығу, мониторинг жоспарын әзірлеу, мысалы ұлттық парктерге, Қазақстанда және табиғи апаттардың, мысалы су тасқын, өрт мониторинг жүйесін талдау, аймақтарда қандай ерекше қамтылатынын талдауымыз керек. Қазақстан Республикасында осы экологиялық нені сақтауда бізде осы көптеген ұлттық қорықтар, ұлттық парктер, ұлттық қорықшалар бар. Осылардың барлығы осы экожүйені сақтауда, саралауда осы басты рөлдерді. Енді бұл парктерді одан да әлемдік деңгейде жеткізіп, жаңа технологияларды енгізіп, жаңа жоспарларды осы тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында, оларда ғылыми зерттеу жүргізу мақсатында, туристерді келіп табиғатта демалып, және осы табиғаттан өзіндегі тестерді шығаруда көптеген нелер бар. Сондықтан біз осы тәжірибені пайдаланып, осы табиғатты сақтап, экологиялық флора фаунаны ретке келтіре отырып, теңсіздікті сақтау, табиғи апаттардан, адами факторлерден болатын өрт апаты, су апаттарының барлығын жүйелі түрде ретке келтіріп, талдау жасап, анализ жасайтын сараптамалық іс-әрекеттер жасайды. Онда біз оның бәрін алдын алуымызға болады. Енді осы жаңа технологияларды меңгеріп отырып, біз парктерде экологиялық нені сақтай отырып, көптеген жаңа технологияларды меңгере отырып, біз экологияның, топырақтың, флораның, фаунаның тозуынан, аңдардың безіп, аң мен құстардың безіп кетуі барлығын сақтай отырып, жұмыстар жасауға болады. Бұл белгілеген соңғы тапсырма бойынша, әрқайсыларының белгілі бір қорықтар бойынша, немесе қорықшалар бойынша, белгілі бір аймақтар бойынша, облыстар, аудандық дәрежедегі экология аймақтар болса, оларға үлкен